Бүгін бізде Ұстаз Тайм подкасты және мен Үмітжан Нұртайқызы. Бүгін біздің қонағымыз Оразбек Бақытхан. Оразбек мұғалім, сізге Оразбек ұстаз деп айтсам. Оразбек деп айта берсеңіз болады. Бүгін сізбен кездесуге мен қуаныштымын. Рахмет. Қысқаша өзіңіз туралы, сіз жаңағы еңбегіңіз туралы, ұстаздық жолыңыз туралы кішкене айтып кетсеңіз. Бірінші шақырғандарыңызға рахмет. Қонақ болып отырған өте қуаныштымын. Енді ұстаздыққа келетін болсақ, мен негізі журналист болуды армандаған адаммын. Тіпті әуелде хирург, дәрігер де болғым келді. Соған негізі қатты қызығатын хирург болуға. Сосын мен әпкем бар. Сосын сол әпкем маған қоңырау шалады үнемі. Оразбек, сен өнердің адамысың ғой, мен ертең сен солай дәрігер болып, психологиялық тұрғыда солай бір қатты өзіңді кінәлі сезініп жүргеніңді мен көргім келмейді, солай сен мүмкін дәрігер болуды қоясың деп сол ойымнан айнытты. Кейін журналист болғым келді. Енді ол жаққа қатты тырыстым. Бірақ жаңағы ұлттық бірыңғай тестілеу дейміз ғой. Соның нәтижесі бір аса қатты көңіл толтыратын болмады. Менің шектік проходной балл дейміз ғой, соны ғана жинап қалдым да мен. Сөйтіп оған грантқа түсуге менде мүмкіндік болмады. Бірақ мен мектепте жаңағы шығармашылық өнерде көп жетістіктерім болғандықтан республикадан алдық, және ол кезде мен тек бір бағыт емес, ғылыми жоба, дебат болсын, ән байқаулары, көркем сөз бағыты, жан-жақты бағыттан жаңағы қалалық, облыстық, республикалық деңгейлер барлық жағынан болды. Сөйтіп өзімнің сынып жетекшімнің жаңағы еңбекқор оның арқасында, сол кісінің маған бір қолдауының арқасында жаңағы әкім гранты дейміз ғой, сонымен ілініп, осы педагогикалық институтқа ол кезде біз 2012-2016-да түстік, музыка мамандығына оқуға түсіп кеттім. Сөйтіп мен жалпы музыкалық жолға келдім, музыка мұғалімдік жолға келдім десек болады. Енді біз сіздің өмірдің жолы сондай болғанмен, бірақ та сіз қазір осы жерде көріп, сіз ұстаз ретінде көргеніңізге өте қуаныштымын. Рахмет. Тұрған шығар, менде де солай болды. Басында хирург боламын деп, сосын айтишник боламын деп ойлайсың. Мұғалімдік жолға келдім деп. Тағдырлас екенбіз ғой. Ұқсас. Жалпы сізге қазір ұстаз болу, педагог болу өзіңізге ұнай ма? Мен бір қызық жағдайды айтайын, және үнемі осы сұхбаттарымда да айтып жүргем, оны 2016-тен оқуды бітіріп, дипломды қолға алғаннан кейін мен өзім оқыған мектепке, өзімнің ауылыма алғаш мұғалім болып бардым. Бірінші сабаққа кірген кезде мен балаларды ұстай алмадым, шыны керек. Мен мүмкін өзім бала болған шығарым, ол кезде әлі жетілмедім ба. 45 минут мен үшін бір 45 сағат сияқты әрең өтті да. Сөйтіп бірден шығып, мен мұғалім болмаймын деп директорға барып, сосын енді тәжірибеден өткен тәжірибелі мұғалімдердің маған дұрыс қолдау көрсеткені деп ойлаймын. Сол ауылымдағы мектептің Бижамал Шәкенқызына мысалы алғысым шексіз, осы сәтті пайдаланып айта кеткім келеді. Себебі мені бірден шетке сырып салған жоқ. Үйренесің, бұл тәжірибемен келеді, бәрі бірден мұғалім болып кетпейді. Сен үйірме жүргіз деп, мен ары қарай сол мектепте жұмысты жалғастыруыма себепкер болды да, мен үйірме жүргіздім. Сол өзімнің көркем сөз бағыты бойынша, сахна мәдениеті бойынша ақырын оқушыларды сол көркем сөзге баулып, сөйтіп мен ең алғаш дарынды балаға талантты ұстаз байқауына қатыстым. Оның облыстық кезеңінен жеңімпаз, республикалық кезеңінен жеңімпаз болып, солай. Бірақ бәрібір де мен 3 жылдан кейін мектептен кеттім. Жастар саясатында біраз жұмыс жасадық. Жастар бастама дамыту орталығында, кейін музейде, Бұхар Жырау атындағы әдебиет және өнер музейі облысымыздағы. Ол жерден де біраз тәжірибе алдық. Өнер бөлімінде жетекші болдым. Кейін міне 2021 жылы қаламызда заманауи мектеп бағдарламасы бойынша ең алғаш бой көтерген мектептердің бірі осы Мұзафар Әлімбаев мектебі. Осында мұғалім болып қайтадан оралдым. Ол кездегі оралуым менде басқаша әсер, кішкене тәжірибе жинақталған, мен де өзім кішкене есейіп қалған, ақыл тоқтатқан деген секілді. Балаларға басқалай көзқараспен өзім бала болып емес, аға болып бірдеңе үйретсем, оларға бірдеңе баулысам, оларға маған дұрыс жол нұсқаған ұстаздар секілді, мен де олардың бір жол нұсқаушысы болсам екен деген тілекпен келдім деп ойлаймын. Қазір өкінбеймін.
осы ұстаздық жолда жүргенім. Жалпы сіздің енді ұстаздық жолға қайтадан Алимбаев мектебіне келдіңіз. Сол жолда қайттан келуге таңдауға не түрткі болды? Мүмкін бір ой болған шығар, немесе адамдар, не балалар ма, оқушылар ма? Нақты айтатын болсақ, университетте жүргенде жалақы аз болды. Ал мен өзім жас отбасы болған отбасыны асырау керек. Маған жалақы жақсы жұмыс керек болды. Соны қарастыру үстінде болдым мен. Бірақ бәрібір мектепке барам деген ой менде болған жоқ. Өйткені алғаш жаңа мектепке барған кезде оқушыларды, ол былай айтқан жауапкершілік қой. Ертең оқушыны дұрыс ұстап, оларға дұрыс бағыт бере алмасаң, онда ұстаз болып та қажет емес меніңше. Оқушыларды өзіңе қарата білу керексің, баурай білу керексің, олар сені тыңдай білу керек, және оларға сен дұрыс бағдар, дұрыс ақыл кеңес бере алсаң ғана ұстазсың. Сондай қорқыныш болып жүрді. Кейін осы мектеп ашылғанда Дастан Бекболатұлы деген өзіміздің досымыз, бізді де енді сырттай біледі. Сол кісі хабарласып, ол кісі мұнда мектеп басшысы болып тағайындалған, жас директорлардың бірі, шақырды. Маған кел мектепке, бірігіп жұмыс жасайық, сенің қолыңнан келеді, осы мектептегі тәрбие бағытын алсаң деп. Бірақ мен біріншіде жаңағы келісім бермедім, жоқ, мен мектепте істей алмаймын деген сияқты. Сосын екінші кездесуге шақырды, кел, әңгімелесейік, сөйлесейік. Сол кезде мен Дастан Бекболатұлына алғыс білдіргім келеді. Еш қорықпа, үйретем барлығын. Мен Ыбырай Алтынсарин мектебінде істедім, тәжірибе бар, қысылмай сұра, барлық бағыт бағдарыңды көрсетеміз, береміз, үйреніп кетесің, келсеңші сенің қолыңнан келеді деп. Енді ол сырттай адамды тани білу деп мен өзім ойлаймын. Мен өзім іштей сенімсіз болсам да, маған сондай үлкен сенім білдіріп, қолдау көрсетті. Сөйтіп, енді келісім беріп, осы мектепке келдім. Келгеннен кейін үлкен шараларға бірден кірісіп кеттік. Ең алғаш келесі алып Ахмет Байтұрсынның 150 жылдығына қайырымдылық акциясын ұйымдастырдық. 150 отбасыға жаңағы азық-түлік жәшіктерін таратып солай бастадық. Тәрбиелік шаралар ретінде енді бір жағынан мен ойлаймын, ол бір мектепте бұрын соңды ұйымдастырылмаған. Біз келдік та, біз студент болып жүрген кезде, университет қабырғасында жүргенде, өзіміз жебе қоғамдық бірлестігінің мүшесімін, жебе болып жүрген кезде біз сондай шараларды, қайырымдылық акцияларын көп ұйымдастыратынбыз. Мендегі бір идея сол болды да, мектепке келіп сол идеяны қолға бірден бастап кеттік. Жақсы нәтиже болды. Одан кейін мен түсіндім, ол қайырымдылық акциялар басқа білім мекемелері емес, оны айналысатын орындар бар. Білім мекемесінде біз басқа оқушыларға тәрбие құндылықтарын бойына сіңіретін сондай шаралар керек екен ғой деп, кейін осы мектептің қабырғасына біз үлкен ақын жазушылармен кездесулер ұйымдастырдық. Яғни оқушылардың бір шығармашылыққа деген, қазақы тәрбиеге деген көзқарасын ояту мақсатында. Өйткені себебі қазір оқушыларымыздың барлығы қалай қоңырауда бір-бірімен орысша сөйлеседі, жаңағы көбінде ойынға, телефонға беріліп кеткенде содан бір шығару керек болды. Оларға шығармашыл адамдарды көрсетіп, олардың бір шығармашылық қабілетін дамыту керек болды. Сөйтіп, осында сондай үлкен кездесулерді ұйымдастыра бастадық. Нәтижесі жаман емес, оқушыларымыздың әнге деген, өнерге деген, былай айтсақ, құштарлығы ояна бастады. Кейін ол оқушыларымызбен біз клип та түсірдік, сахнаға да алып шықтым деген сияқты. Бәрін бірдей қамтып кету мүмкін емес. Сол мысалы 100 оқушының ішінде бір 3-5 оқушы соған еліктеушілігі оянса, сол оқушыларға қарап ертең басқа оқушылардың қызығушылығы оянады. Жаман емес. Осылай біз осы ұстаздық жолға кірісіп кеттік. Бәрібірде енді былай қарасақ, сіздің бұрынғы тәжірибеңіз алдағы мектептегі жұмысқа оның әсері болды. Жаңа қайырымдылық акциясы деп тұрсыз. Бұл өте, мен де бұрын естімеппін ондай мектептерін жасау туралы, бірақ та өте керемет. Енді өте қызықты. Жалпы ойға алуға болады деп ойлаймын, басқа да адамдарға алуға. Біз кейіннен біздің Азнағұл деген еңбек мұғаліміміз болды. Қазір осы біздің мектепте жұмыс жасамайды. Ол кісі 7-ші мектепте қателеспесем қазір жұмыс жасап жүр. Сол кісімен бірге біз
ол кісі оқушылармен бірге үлкен КамАЗ жасап шықты. Ол КамАЗдың үстінде 2 жәсік жасады. Біз қайырымдылық керуені деп ол жобаны атадық. Біреуіне әлі күнге дейін біз макулатура жинаймыз, біреуіне крышка жинаймыз, соларды тапсырамыз. Сөйтіп шағын жаңағы қайырымдылыққа көп ақша одан түспейді әрине, бірақ сол нәрсе қайырымдылық жасауға балаларды жетелей береді. Ол бізде үнемі фойеде тұрады. Балалар қағаз болса соның ішіне тастай береді. Бәрібір де ол тәртіп, тәрбиеге балаларына сана сезіміне әсер етеді. Мен музыка пәні туралы ойладым. Көбінесе әріптестерден былай естисің, музыка ол андай керек жоқ деген сияқты. Көбінесе сондай көзқараспен қарайды, өйткені енді ол бағаланбайды, одан біз БЖБ, ТЖБ жазбайды деген сияқты. Бірақ та сіздің ойыңыз қалай? Ол мен ойымша әр пәннің маңызы бар. Әрине. Иә. Музыка пәнінің қандай? Музыка бұл тәрбие құралы деп айтсақ болады. Эстетикалық тәрбие. Мысалы біздің арғы тарихымызды терең үңіліп қарайтын болсақ, бізде қаншама ақындар болды, жыршылар болды, термешілер болды, әншілер болды. Ал солардың орындаған әндерінің барлығын тыңдайтын болсақ, барлығы тәрбиеге, мысалға тұнып тұрғыда. Оны тыңдап өскен оқушының сана сезімі өте терең болады. Оның ішкі рухани бай болады ол оқушы. Енді қандай ән тыңдасаң, сол бағытта боласың ғой. Біздің қазіргі жастардың тыңдап жүрген әніне қарасаң, кейде өзіме сондай ой келеді. Ұнамаса тура айта сал деген сияқты. Енді солай тәрбиелеп жатыр деген сөз ғой. Ұнамай тура айта сал. Бірде мінезіңді көрсет дегенге тәрбиелейтін сияқты. Ал біздің бұрынғы, біз бала күнімізде тыңдап жүрген әндердің барлығы бір ұяңдыққа толы болатын, махаббат туралы ән болатын болса да, ол бір сондай ұяң шығатын еді. Ал қазір деген әндер мүлдем басқаша. Сондықтан мен өзім шамамның келгенінше оқушыларға сабақ барысында музыка сабағымен қатар отбасылық тәрбие құндылықтарын көбірек сіңіруге тырысам, көбірек айтуға тырысам. Әсіресе ол ата-ананы сыйлау, өзіңнің тіліңді сүю, отаныңды сүю, осы тақырыптарды мен оқушыларға көбірек насихаттаймын. Ол тек қана музыка мұғалімі емес, әрбір пән мұғалімі өз сабағының барысында бір 2-3 минутын осыған бөлу керек сияқты көрініп тұрады маған. Қазір не бар ғой, бізде адал азаматына біртұтас тәрбие бағдарламасы дейді, оның ішінде күй көмірі бар, жаңағы тәрбиеге бағытталған көп. Былай қателеспесем, музыка ол 6-шы сыныпқа дейін ғана ғой, иә? Иә, 1-ден 6-шы сыныпқа дейін. 1-ден 6-ға дейін. Ары қарай енді сыныптарда 7-тен бастап жоқ. Ну, бізге де айтады, сабақта мысалы жаңағы 1-2-3 минутты бізге нелерге. Әрине. Иә, аптада екі сөздеріне, сосын сондай сияқты жаңағы оған біз ақырындап келіп жатырмыз қазір. Келіп жатырмыз, соған кішкене енгізіп деген сияқты, байланыстырып, тапсырманы байланыстыруға болады деген сияқты. Иә, бір жағынан мысалы біз күй көбірін қалай ол қоңырауда ойнайды, андамда ойнайды, бірақ та оның нағыз қандай тарихын, ол қалай екендігін мысалы балалар білмей жатыр. Ол сөзіңізге қосыла кетейін, біздің оқушыларда мен сол күйдің тарихын айтып беруге тырысам. Сосын келесі сабақта олардан әдейі сұраймын, оларға қатты әсер етеді. Кәдімгідей оны баяндап, әңгімелеп айтып береді. Мысалы, Салтанат Төлеген Момбековтың Салтанат күйінің тарихының өзі үлкен бір тәрбие деп айтсақ болады. Енді ол өзінің жолдасынан ерте айырылды, балалары кішкентай болып қалды. Сол кезде жаңағы бір күні жұмыстан келсем дейді, қызыма ағалары тиісіп қойып дейді, қызым есімі Салтанат, жылап тұр дейді. Сол кезде енді мамасы қайтыс болған, сонда жаңағы сендерді анам айтам, мамам айтам деп жылап тұр дейді. Енді оған мамаң сенің жоқ деп қалай айтасың дейді. Айта алмайсың. Сосын мен де булығып, сол домбырамды алып, сол қызымды жұбатып, сол Салтанат деген күйді ойнай бердім дейді. Сол күй шықты дейді. Соны әңгімелеп айтып бердім, балаларға өте қатты әсер етті. Және осы әңгімені тыңдау арқылы олар өздерінің бауырын сүюге, қарындасын сүюге, анасы бар болса, соларды тірі кезінде құрметтеуге мысалы үйренді дегендей. Сол секілді Ақ жауын күйі де Секен Тұрысбектің Көңіл толқын күйі де сондай бір үлкен
бір күйдің артында үлкен бір оқиға жатыр. Соны балаларға сол күй не себепті шықты баяндап бергенде ол күйді басқаша қабылдайды. Тек қана музыка ретінде, тыңдау ретінде емес, ол күй ойнаған кезде олардың көз алдына бірден сол оқиға елестейді. Есте сақтауда да жақсы болады. Енді біз күй туралы, ән туралы бастағаннан кейін, сіз жас ұстаздар ұраны әннің авторсыз, орындаушысыз, жаңағы сол туралы айтып кетесіз ба? Мен өзім енді ол өлеңді жақсы танимын, біз әрдайым қолданып, әрдайым айтып жатамыз, кез келген жаңағы шарада, республикаға барғанда да осы әнді қосып барлығы тыңдап, қандай күшті ол рух береді, нағыз ұстаздықтың жаңағы мына жолды мәнерлейді деген мен өзім соған сенем, соны өзім сезем. Енді соның тарихын қалай сол ой келді, қалай жаздыңыз? 2022 жыл болу керек. Бізде мұғалімдер күні өтеді, шара үлкен. Қалалық білім бөлімі оны Естай атындағы мәдениет сарайында барлық қаланың ардагер ұстаздары бар, жас ұстаздары бар, үлкен мұғалімдері бар. Мысалы әкімнің қатысуымен болады деген секілді. Сол жерде бір ерекше номер керек болды. Әр мектепте мысалы қандай ерекше номер бар, соны сұрастырып жатты. Ананы ұсынамыз, мынаны ұсынамыз, өткен жылы болған, мынау қойылған деген сияқты айтылып жатады да. Сосын бір ерекше номер керек болды. Сөйтіп, жас ұстаздар ұранын жазайық деген ой сол кезде келді. Оны жазуда да енді жазамыз дедік, бірақ қалай жазамыз, мүлдем идеясы ештеңе жоқ. Сөйтіп жаңағы түнде ұйықтар алдында сондай ой келеді. Ізімен жүріп ыбырайдың деген бір сөз санамда, ойымда бүйтіп орала берді. Соны ерінбей тұрып, түнгі уақыт 3-4-ке дейін отырып, соны құрастырып, бір қайырмасын ғана жазып алдық. Ізімен жүріп ыбырайдың ізгілік жолын таңдарымыз, Ахметтей олардың сап кеткен жолын жалғарымыз. Ары қарай ақындарға хабарласамыз, мынаны қалай жазсақ, сөйтіп құрастырып өлеңі шықты. Өлең шыққаннан кейін бірден әуені де өзі сұранып тұрды. Солай шығып кетті домбырамен. Кейін әкеліп оны таныстырдым, осындай ән бар. Қуана қабылдады білім бөлімі, кәсіподақ ұйымы демеуші болып жазайық осыны деп, кәсіподақ өз демеушілігіне алып, осы әннің толық жазылып шығуына үлкен демеуші болды. Сөйтіп осы ән өмірге келді. Қазір бүкіл республика шынымен айтып жүр. Көбінде жаңағы ақындардан сұрайсың, бірақ ақын сенің ішіңдегі күйді әлі сезіп тұрған жоқ, саған не керек екенін бірнеше өлеңдер жазып берген ақындар болды. Достарыма рахмет әрине. Бірақ бәрібір менің ішімдегі бір ойымды, идеямды соған түсіре алмады. Сөйтіп шамамның келгенше, мен енді керемет ақын емеспін, бірақ өзімнің жүрген ортам сол ақындар ортасы болғандықтан ақын құрастырып шықтық. Менің бір керемет жазып салған өлеңдерім жинақтарымда жоқ. Өзі бірлі жарым саусақпен санарлық қана өлеңдер. Соның бірі осы ұстаздар ұраны. Ол кезде жасанды интеллект жоқ қой? Жасанды интеллект бір жағынан қазақша өлеңдер жаза алмайды екен. Оған әлі жасанды интеллекттің миы жетпейді. Қазір енді жасанды интеллект, бәрі жаңағы бүкіл мектепте, білімде, балаларда, өзімізде қолданамыз күнде-күнде. Ол бір жағынан ол баядан бар сияқты. Былай қарайым, қазір 2-3 жыл бұрын ойласақ, ол болған жоқ қой. Ол кезде біз қалай бірдеңе ойлап тауып жүрдік деп ойлайсың. Бірақ енді айырмашылығы қандай? Ол мысалы сол болмаған бұрынғыдай жаңағы өзін ойлап тапқан дұрыс па, әлде қазір мысалы меніңше жасанды интеллекті кеңесші ретінде, көмекші ретінде, құрал ретінде ғана пайдалану керек. Одан алған ақпаратты ары қарай толық жетілдіру, оған жандандыру. Ол жасанды интеллектте былай айтқанда жансыз ғой. Ол компьютер, ода сезім жоқ деген сияқты. Ол берген ақпаратқа сезім кіргізу, оны жандандыру, оған бір жан беру, ол адамның өзінен болу керек деп ойлаймын. Бір жағынан ол, мысалы бұрын жазғанда бәрібір де Google анымнады қолданасың, іздейсің, ақпарат іздейсің деген сияқты, бірақ оған уақыт көп кетеді. Сонда қазір осы адамдарға біздің жаңағы темпке сай, қажетті құрал ретінде жаңағы жасанды интеллектті қарастыруға, қолдануға болады. Туралы жаңа есіме келді.
мұғалімге ең қиын шығар сол. Өйткені біз бір қадам алда болуымыз керек. Әрине. Мына жасанды интеллект шықты, болды, оны ең бірінші үйрететін бізге мұғалімдерге. Бізді 2 курс өттік ана жасанды интеллект туралы осы жылдың басталуымен, иә. Сол жерден енді мен ойлаймын, біріншіден жаңағы мына тапсырма құрастырғанда, оны біз қазір дұрыс құрастыра білуіміз керек деген. Әрине. Иә, балалар ана кез келген сен оларға тапсырманы берші, ол ана тапсырманы фотоға түсіреді, былай жібере салады, жауабын жазып бере салады, былай. Ана ішінде не жазып жатқанын білмейді, ана соңында қаласаң мен саған мынандай жазып берейін деген көшіп береді. Иә, бірге тұрады бәрі. Мен ойлаймын, олар сондай ойлауы бір текті, ол оны көшіріп алды, болды, ол ешқашан есінде қалмайтын нәрсе. Солай. Иә, бір жағынан оны бергенде талдау үшін, иә, мысалы, сен ана жарайды жасанды интеллектпен қолдануға болады, қолдан, бірақ одан сен алдынан ақпаратты, ол ақпаратты мынандай сызба түрінде бер, немесе картаға сал дегенде, оны жаңағы мына мен географиядан беремін ғой, ең басты жаңағы ChatGPT болсын, иә, кез келген жасанды интеллектте ол картамен жұмысты білмейді. Әрине. Иә, ол қазақша сұрағанда картаға белгіле дейсің ғой, маған алып келеді ана интеллект деген, ол қате дейді. Мен айтамын, мына істемеңдер, мына интеллект білмейді. Сонда олар уже картамен бергенде түсінеді, ол мынаны мен таба алмаймын, мен мына атласты алып, соның ішінен жазайын деген сияқты. Немесе мынадан ақпараттар тауып алайын, кестеге салам оны, сосын оны мына жерден жазып жаңағы суретін салама бірдеңе деген сияқты. Ол бір жағынан шығармашылық, бір жағынан жаңағы өзі ақпаратты алып, оның бәрібір де оны қарау керек, қайсы керек емес деген сияқты. Сонда енді бірақ та бәрібір де мына заманның ары қарай қалай болады, жасанды интеллектпен балаларына одан сайын ойлау жаңағы мүмкін төмендеу мүмкін. Төмендеу, бірақ та бір жағынан мүмкін олар одан да асып кетеді. Біз енді біле алмаймыз, қалай болашақта болатындығын. Өткен айда Оразбек мұғалім, сіз республикадан педагогикалық идеялар фестивалінде жүлделі орын алып келдіңіз, сізді құттықтаймын. Рахмет. Сол туралы айтып кетсеңіз, тақырыбыңыз қандай болды, жаңашылдығыңыз қандай деген сияқты. Жалпы мен әңгіменің басында айтқандай, дарынды балаға талант ұстаз байқауында қатысқан кезде мен республикалық жыршы термешілер байқауына қатысып келдім. Ондан да жеңімпаз атандым. Сол кезде бір келген ой, осы термені оқушыларға мектепте тыңдату керек, айтқызып үйрету керек. Сол кезде олардың ішкі жаңағы тәрбиелері жетіледі, олардың өмірге деген көзқарастары қалыптасады деген ой келді. Өйткені өзіміз бала күннен терме тыңдап өстік. Сол кезде осы тақырыпты мен қозғаған болатынмын. Сол кезде сол дарынды балаға талант ұстазға терме тақырыбын апарған. Одан кейін ол қалды. Мен әртүрлі салада қызмет еттім, қайтадан мектепке оралдық, мектепте жұмыс жасап жүрміз. Енді осы республикалық педагогикалық идеялар фестивалінің ережесі келген кезде сол ой қайтадан оралды. Неге сол тақырыпты қайтадан қозғамасқа? Себебі дәл қазіргі қоғамға қажетті тақырып. Сөйтіп, тақырыпты да сол республикалық жыршы термешілер байқауының тақырыбын алдым. Текті сөздің төресі терме деп аталады. Осы тақырыппен мен бардым. Қаладан, облыстан жеңімпаз атанып, республикаға жолдама алдық. Бұл жерде енді терме қазақта өте көп. Әртүрлі тақырыпқа бар. Ол отбасы тақырыбына, ол дос тақырыбына, ол әке мен анаға қатысты, ол туған жерге қатысты, жақсы мен жаман туралы барлық терме бар. Оның барлығын оқушылардың бойына бірден сіңірем десең, әрине қазіргі балаларға әсіресе тіпті жалықтырып алуың мүмкін. Сондықтан мен 4 тақырыпты нақты алдым. Ол бірінші ана тілі туралы терме. Оқушыларға өзінің тілін сүюге, үйретуге. Туған тілім тірлігімнің айғағы, тілім барда айтылар сыр ойдағы. Өссе тілім мен де бірге өсемін, өшсе тілім мен де бірге өшемін деп мысалы ұрандап тұратын болса, оқушы тілін сүйіп тұрса деген ой келіп, ана тіл туралы термин алды. Екінші, біз ең бірінші қазақ деген ұлтпыз. Қазақ баласы болғаннан кейін ол ең бірінші өзінің ұлтын сүю керек, өзінің мәдениетін сүю керек, ол өзінің ұлтының барлық дәстүрін, салтын білу керек. Оның барлығын біз Қадыр Мырзалиннің қазақ осы термесінен, жайлауында жүрген жігіт бағып қой, дос келді деп жасап жатыр анық той, алғашқы рет көріп тұрсаң сен оны, нағыз қазақ осы міне танып қой. Сәйгүліктің құйрық жалы таралған, қазақ осы сүйетұғын қараңдар.
керемет та, сөздерінің барлығы. Осы термин алдым. Үшінші, оқушыларға ата-ананы сүюге, ата-ананы қадірлеуге тәрбиелеу мақсатында ата-ананың қадірі, Майлықожаның термесін алдым. Ол жерде жаңағы жарасар киім кидірген, жерге қоярға жан таппай етегіне сидірген, әуелден Құдай 62 тамырын идірген, анаңда сүйсеңші деген тақырыпта келеді. Әке туралы жаңағы иығына міндірген, көкке көтерген деген секілді өте сөздері сондай тәрбиеге тұнып тұр. Сол ата-ананың қадірі термесін алдым. Төртінші, отан туралы, туған жер туралы терме. Осы төрт термені бір оқу жылына 34 сағатқа бөлдім. Әр сабақта оқушыларға осының құндылығын үйрету, бөліп жаттату, осы тақырыпты алдым. Және республикада да сұрақ қойылған жоқ маған. Көп қатысушыларға қосымша сұрақтар қойды, және көп қатысушылар бұрыннан жасап жүрген жұмысты тек жаңағы жасанды интеллектке салып апарған, платформаға немесе Telegram ботқа салып апарған деген секілді. Бізге идея керек, жаңалық керек деп, жаңа Қазар алқасының төрағасы, оның ішінде бұл терме қазір оқушыларға керек. Осы терме арқылы тәрбиелесек, оқушылардың қазақы тәрбиесі, құндылығы артады деген қолдау пікір ғана білдірді. Өзім де қуанып қалдым. Және мен осы тақырыпта бір ерекшелігі, облыста маған мынандай сұрақ қойды: оқушылардың барлығы домбыра ойнамайды ғой, оны сен қалай бәріне үйретесің? Терме домбырамен орындалады деген сияқты. Мен айттым, оны қазір енді жасанды интеллект деген көмекшіміз бар, жасанды интеллект арқылы үйретуге болады. Сөйтіп, жаңағы екі термені мен республикаға караокемен, толық клипмен, бейнебаянымен жасап апардым. Жаңа қазақ осы термесінде толық клип көрсетіледі. Шетелден келген қонақ, оған таныстырып жату, қазақтың дәстүрін таныстыру, бүкіл көрініс табады. Және оның сөздерін экранға шығарып қойдық. Оқушылар соны бірге қайталап отыр, караокемен айтып, термені жаттай алады. Осы ерекшелікпен бардым. Ол жоба өте қызықты екен. Қалай мына жобаны басқа мектептерге де жіберуге бола ма әлде? Қазір енді толық менде бағдарлама жасалды, оның сағаттары бәрі бөлініп тұр, тақырыптары барлығы жазылған. Оны мектептерге қазір қолдануға болады. Толық музыка мұғалімдері аптасына 1 сағаттан қолданып шығуға болады. Ол жақсы бір авторлық жоба ретінде. Авторлық жоба, Біздің енді подкаст ұстаз тайм деп аталады. Жалпы сіздің шабыт берер, бір қандай кеңесіңіз бар маған, біздің көрермендерге деген сияқты. Мүмкін осындай сияқты бір жобаларға қатысып, балаларға қандай бір көзқараспен қарап, тек қана жаңағы бір шығармашылықпен, осындай сүйіспеншілікпен қалай жаңағы бір өз жұмысымызға қарап қарауға болады. Сұрағыңызды түсіндім. Былай айтқан кезде, қазір көп мұғалімдеріміз қашат, жаңағы бір енді өзіміз тәрбие жұмыс бойынша орынбасар болғаннан кейін бізге шығармашылық ережелер көп келеді, байқаулардың, конкурстардың. Сол мұғалімдерге шақырып бересің. Міне осындай ереже келді, қатысыңыздар десе, ойбай жоқ, мен қатыса алмаймын, мен дайындай алмаймын. Ол ішкі қорқыныш. Мен мұғалімдерге сол ішкі қорқынышты өздеріңізді жеңуге кеңес берер едім. Керісінше, жарайды, мен қатысам, сосын ережені оқып, біздің жаңағы аға буын мұғалімдеріміз бар, тәжірибелі мұғалімдеріміз. Сондай конкурстарға қатысқан. Солардан ұялмау керек, сұрау керек, қалай қатысамыз, не істесем болады. Тура жанын қоймау керек та. Бағыт бағдарын алып, ақыл кеңесін алып, ата-аналарды да тарту керек. Өйткені ата-аналардың ішінде әртүрлі шығармашыл адамдары бар, әртүрлі байқауларға қатысқан. Ол ата-аналар да сіздерге баласы үшін өзінің барын, ойын салады, көмектеседі. Соның барлығын біріктіре отырып, жаңағы оқушыны дайындау керек, конкурсқа дайындау керек. Сол кезде оқушымен араңызда қарым-қатынас пайда болады. Оның бір жеңіске жеткеніне қуанғандан сол мұғалімге ең үлкен шабыт беретін нәрсе сол да. Одан кейін мұғалімдердің өздерінің де жеке конкурсқа көп қатысу керек. Мен оқушы кезімнен бастап сахнада конкурста қатысқаннан кейін қай Қазақстанның қай қаласын алып қаласаңыз да таныстарымыз бар, достарымыз бар. Ол маған, ол конкурсқа мен қатысып жеңімпаз болайын, жеңімпаз болмайын, мен
былай айтқан кезде ортам өсті. Кез келген ортада бір досым бар деген сияқты, иә. Сосын сол жерге қатысқан қатысушылардан өзіңе ой аласың. Біреудің сахнада сөйлеуінен, біреудің тіпті киім киісінен, образынан, мә осылай киініп жүруге болады екен ғой деген сияқты. Біреудің қарым-қатынасынан тәрбиені сол ортадан қабылдап өзіңе сіңіріп үйрену керек. Сондықтан мен солай кеңес берер едім. Жалқау болмауға, қатысуға, міндетті түрде жеңу емес, қатысу керек та, сөйтіп тәжірибе жинайды адам. Сосын ойға келген нәрсені іске асыруға тырысу керек. Мысалы, бір жоба келіп тұр ма, оны қағазға түсіріп жазу керек. Мысалы, мен жаңағы тек сөздің төресі терме жобаны 2017 жылдан бері қарай келе жатқан, әбден пісіп жетіліп келіп, әрине мен оны толық өзім ғана формаға келтірдім деп айтуға келмейді. Мен аға буын ұстаздардан кеңесіп отырдым. Оның жаңағы ережеге сай, формаға сай жасап шықпасаң, ол да ертең өтпей қалады. Сондықтан тек жаңағы құр сөзбен былай жазып шығуға келмейді. Оның бір ішкі изюминкасы болу керек, ережеге сай қалып формаға салу керек деген сияқты. Осының барлығын салып біз жетілдірдік. Сондықтан менің кеңесім осы. Тек қана қатысу, оқушыны қатыстыру, өзіңді қатыстыру, өзіңді шыңдау. Одан жеңіп кет, одан маңызды емес. Қорықпау керек және аянбау керек. Енді сіз қоғам, орта керек деп тұрсыз ғой. Енді мысалы, сіз жас ұстаздар кеңесінде болдыңыз ғой, қазір әлі де. Жалпы сол біздің ортаны да сондай орта деп санауға болады деп. Біз мысалы ұстаздар бірге жаңағы жастар болып, бір-бірімізбен сөйлесіп, барлығымыз түрлі мектепте жұмыс істейміз, жаңағы тәжірибе алмасып деген сияқты, біреудің мынандай бар. Рас, ол сенің араласатын адамдардың көп болғанмен, сенің ойлауын жаңағына ол да маңызды. Маңызды, жаңағы ол да ұлғаяды, жалпы кеңейеді деген сияқты ғой. Енді сізге қатысқаныңызға бүгін көп рахмет. Рахмет. Маған сіздің өміріңіз туралы және жалпы тәжірибеңіз туралы білу өте қызықты болды. Мен өзіме де аларым көп. Рахмет. Шығармашылықты кез келген пәнге қосуға болады деп ойлаймын. Әрине. Сол үшін сізге алғысымыз шексіз. Көптен көп рахмет, уақыт бөліп, арнайы шақырып, аз да болсын әңгімелесуге шақырғандарыңызға, және осы әңгімеміз тыңдаушылардың құлағына жетіп, ол кісілерге бір шабыт сыйлап, ол кісілердің бір өмірінде нәтиже тудыруға септігін тигізсе қуанып қалар едік. Рахмет үлкен. Рахмет.